Ұлттық қор балаларға биыл 18 жасқа толғандарға ақша аударыла ма? Өткен жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан балаларға арналған қаражатты есептеу, төлеу және пайдалану мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойған еді. Заң аясында биылғы 1 қаңтардан бастап ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50% балалардың арнайы жинақтау шотына аударылып отырды. Заңда 18 жасқа дейінгі балаларға ұлттық қордың табысы тең бөлінетіні айтылған. Осы орайда биыл кәмелет жасына толған азаматтар қордың қаржысына қол жеткізе ала ма деген сауал туындайды. Бастапқы межеге сай 2024 жылы 18 жасқа толған жеткіншектер қаржыдан құр қалмайды. Ал былтыр бұл жасқа жеткен азаматтардың есепшотына ұлттық қордан ақша аударылмайды. Ресми санға сүйенсек, қор табысының 50% елдегі 7 миллион балаға үлестіріледі. Оның ішінде биыл шекті жасқа толған 300 баланың есепшоты қор қаржысы есебінен бір рет қана толығады. Балаларға берілетін қоржы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жинақталады. Осы мекеме мамандары бала қайғылы жағдайға душар болғанда оның есепшотындағы ақша кімге берілетінін айтты. Бала қайтыс болған жағдайда заңмен анықталған мұрагерлер бірыңғай жинақ зейнетқорға тиісті құжаттармен жүгінеді. Қағаздар қаралған соң мұрагерлер бұл мақсатты жинақтарды өздерінің банктік шоттарына ала алады. Оларға ақшаны белгілі мақсатта ғана пайдалану керек деген шектеу қойылмайды, деді бірыңғай жинақ зейнетақы қоры Ақы басқарушысы директоры Мұрат Шәріпов. Ал жылдар бойы есепшотында ұлттық қордан бөлінген қаржы жиналған бала ақшасын екі мақсатта пайдалана алады: тұрғын үй жағдайын жақсарту, оқу ақысын төлеу. 18 жасқа толғанда шоттағы қаражат 5-10 жыл бойы сақталады. Осы уақыт аралығындағы пайдаланылмаған қаражатты зейнетақы шотына аудару ұсынылады. Сондай-ақ азаматтық заңнамаға сәйкес іс жүзінде жинақталған қаражатты мұрагерлік бойынша беру мүмкіндігі де қарастырылған. Айта кетейік, бағдарлама бойынша алғашқы төлемдер ақпан айының басында балалардың шотына аударыла бастайды. Қаржылық операцияларды азаматтарға арналған электрондық үкіметтің немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтында баланың ЖСН теру арқылы тексеруге болады. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.